Түркістан облысы Қазғұрт ауданынан келіп отырған Ай 92 командасы. Осқарлыға көктемде сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Қағып алып аттым ар жұлдыздай боп аттыңдар. Бәрі айтады, ауылдың әкімі ақша бөлмеді, ауылда спонсор жоқ дейді. Бізде керісінше, бізде бірінші спонсор шықты. Не керек, әкімі бұрынырақ КВН ойнаған ауылдың атынан келді. Құрметті Әділғазы алқалары, біз негізі жанармай бекетінің қызметкерлеріміз. Бұлай айтқанда заправщиктер. Жалпы біздің команда бұл ойынға қалай келді? Бұлай ғой, біздің жанармай бекеті заправка. Сол әкім отырған әкімшіліктің тура қарама-қарсысында орналасқан. Әкім бізден күнде қарызға бензин алады. Еще полный бак. Анда-санда канистр, паяльник дегендермен алып кетеді. Сосын біздің қарыз дәптерде тек әкімнің ғана қарызы бар. Соған ба біздің сабырымыз жететін жеріне жетіп, әкімнің үйіне қарыз сұрап бардық. Әкім орысып-ұрсып Қызылордаға жайдарман ойнауға қуып жіберді. Жалпы қалай екенін түсінген шығарсыздар. Түсінбесеңіздер ойнақ көрсетейік. Құрметті достар, набалана бір ерекшеленіп тұрғанға бір мақты бір ойыншы немесе бір образды ойлап қалмаңыздар. Бұл жай ғана болашақ заправщик. Мамандығың? Кітапханасы. Айттым ғой, болашақ заправщик. Одан кейін бүгінгі ойынға шеттен келген командалардың барлығы өздерінің бос кезінде Қызылорда қаласының әдемі жерлеріне барып суретке түсіп таңғалып жатады. Бізде ондай болған жоқ. Біз бірден сіздердегі заправкілерге бардық, зерттедік. Сөйтсек, сіздердің заправкілеріңізде сникер сатады, чипсы сатады, бритва, тасол, антифриз қоғамға не керек, соның бәрі сатады екен. Енді біз өзіміз ойланып қарасақ, сіздердегі заправканы біздің ауылға келіп соғатын болсақ, біздің ауылдан бір торговый центр ашылады деп тұр ғой. Сосын бір байқағанымыз, сіздердің заправкілеріңізде бензиннің ақшасын ішке кіріп кассаға төлейді екен. Ал біздер жақта сыртта жүрген мына бізге төлейді. Біз содан пайда көреміз. Леви ғой, леви. Түсінді. Одан кейін сіздердің бір байқағанымыз, сіздердің заправкілеріңізде сменщиктер жұмысқа өзінің уақытысымен келеді екен. Бізде рахат қой. Дам, уайым жоқ. Я, оны созып айтып тұрсын, тез айтсай. Мен заправщикпін. Тез деген бізге арналмаған. Біздің заправкіде сменде уақытылы деген нәрсе жоқ. Сменщигіңді алдап шақырып аласың ғой. Өткенде жаңадан бір бала келген, звондап, алдап шақырып алдым да, інім, 5 минут тұра тұршы, қазір келем деп, жоқ болып кеткесің ғой. 8 күннен кейін барсам, ана баланың көз отырып баған, түр кетіп баған, магазинде бүкіл нәрсе жоқ. Red Bull, Gorilla әсер етпейді. Дизельді дизель қып ішіп отыр ғой. Сосын не істедің? Машинаға бензин құйдым да Қызылорда қарай кетіп қалдым. Алло, братан, 5 минутта келем деп 9 күн жоқ болып кеттің ғой. Қашан келесің? Міне, інім келе жатырмын. Қазір 3 минутта боламын. Олай болса, бензиннің бағасы өскен сайын қуанатын Ай 92 жалғастырамыз. Қазақстан футбол құрамасы PlayStation клубта. Саламатсыз бағы, PlayStation бар ма? Я, бар. Сосын кальян бар ма? Кальян жоқ. Йо, біз соған бола келдік қой. Құрметті Әділғазы алқалары, егер де бізді жартылай финалға өткізіп жатсаңыздар, 100 километрға бензин бізден. Бензин демек жаңағы смендегі братчика күтіп қалды. Қайта егертірек. Рахмет, сіздермен бірге болған Ай 92 сезонға полный бакпен. Осадан бірдеңе шығады сенші.